Бүгінгі тыңдайтын ертегілерің бір қарттың ұлына айтқан өсиеті деп аталады. Бір бай қайтыс болар шағында ұлын қасына шақырып алып: «Ұлым, мен өлген соң жұма сайын қыз алып, қала сайын үй сал, ас жесең бал же» деп өсиет айтыпты. Бай дүниеден өтіп, ұлы әкесінің өсиетін орындай бастайды. Жұма сайын қыз алып, қала сайын үй салады. Ас жесе, тек бал жеп, ақшасын бітіреді. Сөйтіп жүріп, жігіт жарлы болады. Бір күні жігіт далаға шығып, біраз жүріп, бір үйілген тастың тасасына отырып, бас киімін қолына алып, басын ұстап отырған уақытта, бір жақтан бір ақсақал келіп, жігітке сәлем береді. Жігіт сәлемін алған соң, ол адам жанына отырады да, жігітке былай дейді: «Не қып отырсың, балам?» Жігіт «Жай отырмын» деп жауап береді. Сонда қария «Шыныңды айт» деп қыса бастайды. Жігіт еш нәрсе айтпайды. Сонда қария былай дейді: «Сырыңды жасырма, мен саған жақсылық көрсетем» дейді. Сонда жігіт біраз ойлана отырып: «Менің әкем өте бай адам еді. Сол әкемнің өлер алдында айтқан өсиетін орындаймын деп кедей болдым» дейді. Сонда қария «Ол қандай өсиет еді?» дейді. Сонда жігіт «Әуелгі өсиеті мен дүниеден өткен соң жұма сайын қыз ал деп еді. Мен әкемнің сол өсиетін тұтып, жұма сайын қыз алдым. Ал әкемнің екінші өсиеті қала сайын үй сал деп еді. Ол өсиетінде бұлжытпай орындап, қала сайын үй салдым. Әкемнің үшінші өсиеті ас ішсең бал же деп еді. Мен бұл өсиетінде орындап, әр күн сайын бал жедім. Міне, осылай жүріп, ақшам таусылды, кедей болдым» дейді жігіт қарияға қарап. Сонда қария мән жайды ұғып: «Балам, әкеңнің өсиетін дұрыс ұқпаған екенсің. Әкеңнің жұма сайын қыз ал дегені, әйеліңмен сыйлас бол, қадіріңді кетірме, сонда ғұмыр бойы тату тәтті өмір сүресің деген емес пе? Ал қала сайын үй сал дегені, қала сайын достарың көп болсын, барғанда қонақ болып түсетін дегені еді. Ал ас ішсең бал же дегені, адал еңбек етіп ас ішсең балдан тәтті болады деген еді» деп қарт өз жөніне кетіпті. Жігіт әкесінің терең мағыналы өсиетін сонда ғана түсініпті балалар.